Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен тыныс белгілерінің айтысы тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Оқу мақсаты мәтіндегі пунктуациялық қателерді емле ережелеріне сай түзетіп редакциялау. Бірінші түсініп алайық. Оқу мақсатына жетуіміз керек қой, иә? Бірінші пунктуациялық дегенді қалай түсінеміз? Пунктуация дегеннің өзі латын тілінен енген нүкте деген мағынаны береді. Я дегенмен тек қана нүктені зерттеу деген деп ойламаймыз. Сол мағынаны білдіреді, бірақтан пунктуацияның өзі жеке бір ғылым, ол бүкіл қазақ тіліндегі, жалпы тілдердегі бүкіл тыныс белгілерін зерттейтін ғылым. Сонда бүгін біз тыныс белгілерінің ішіндегі нүктемен, сұрақ белгісімен, леп белгісімен және көп нүктемен танысамыз. Көп нүкте туралы айтамыз, иә? Енді балалар, нүкте сөйлемнің соңына қойылатынын білесіңдер, иә? Екіншіден, адамның аты жөні қысқартылып, фамилиясынан қысқартылып жазылғанда, мысалы үшін Ахмет Байтұрсынов, А. Байтұрсынов қысқартылған атаудан кейін нүкте қойылады. Екінші, мәтін жазғанда, сөйлем жазғанда, тағы басқа сол сияқты деген сөздерді біз қысқартып жазамыз. Сондай қысқартылған сөздер Т, Б арасында нүкте қойылады. Және жыл, ай атаулары қысқарған кезде одан кейін нүкте қойылады. Мысалға 2020 жыл, Ж деп нүкте қойылады. Екінші, сұрақ белгісі. Сұрақ белгісі бұл жауап алу мақсатында айтылған сөйлемдер, олар сұраулы сөйлемдер деп аталады. Сұраулы сөйлемдердің соңынан барлық жағдайда сұрақ белгісі қойылады. Мысалы, шаң сорғыш қалай пайда болды? Бұл жерде сұраулы сөйлем қалай деген сұрау есімдігі арқылы жасалып тұр, байқадыңдар ма? Екінші, сен 6-шы сыныпта оқисың ба? Бұл жерде тағы да сұрап тұр, жауап алу мақсатында айтып тұр, соңында сұрақ белгісі. Бұл сұраулы сөйлем сұраулық шылау арқылы жасалып тұр. Леп белгісі. Ғажапсың ғой туған ел. Міне, таң қалу, ризалықпен айтылып тұрған, мақтанышпен айтылып тұрған сөйлемдердің соңынан леп белгісі қойылады. Сол сияқты арманда ұлым ақтық демін қалғанда, дейді Мұқағали Мақатаев. Бұл жерде әрі бұйыру, әрі ақыл кеңес айту, әрі белгілі бір леппен, күшпен айтылып тұрған сөйлем болғандықтан ақын леп белгісін қойған. Келесі көп нүкте. Көп нүкте бұл ой аяқталмай қалған кезде қойылады. Бірінші міндеті. Мысалға, солай деңіз, деді үй иесі. Бұнда ар жағында тағы да ой бар, айтылмай қалды. Сондықтан көп нүкте қойып қойды. Сол сияқты кейбір бір нашар, айтуға болмайтын жаман сөздер болады. Сол сөздерді сөйлемнің арасында тастап кетсе, соңғы бас әрпі ғана жазылады да, сөйтіп соңынан көп нүкте қойып қойуы мүмкін. Сол сияқты жаңағы бір өлең жолдарынан, әңгімелерден үзінді алған кезде, ол үзінді бөлініп алды ғой, оның алдында тағы бір ой жатыр дейтіндей белгі көрсету үшін абзацтың алдына көп нүкте қойып қоятын жағдайлар болады. Балалар, бірінші тапсырма. Тыныс белгілері айтысы өлеңін оқып, жай сөйлемге айналдырып жазыңыздар. Бұл жерде енді тыныс белгілері айтысы өте ұзақ қой, оның бәрін жай сөйлемге айландырмайсыңдар. Соның ішіндегі нүктеге, сұрақ белгісіне, көп нүктеге, леп белгісіне қатысты шумақтарын ғана тауып, сол түсініп, одан кейін жай сөйлемге айландырып жазасыздар, иә? Дескриптор міне берілген, сол бойынша жұмыс жасайсыздар. Екінші тапсырма. Бұл да оқулықпен жұмыс. 159 бетте 4-ші тапсырмада берілген мәтінді оқып, тиісті тыныс белгілерін қойыңыздар. Дескриптор бойынша жұмыс жасаңыздар. Ал сіздерден жауапты күтемін.